Әр заттың өз жұбын тап дидактикалық ойыны 3 жастан жоғарғы жастағы балаларға арналған. Бұл ойынның негізгі мақсаты баланың білімін, білігін және дағдысын дамыту. Суретте берілген заттардың әрбір заттың өзінің жұбын тауып бос орынға қою керек. Мысалы, бірінші суретте берілген жылқы малы не жейді? Әрине, жылқы малы шөп жейді. Оның астындағы қоян нені жақсы көреді және қоян не жейді? Оң жақтағы колонкадан тиісті затты тауып қоянның тұсына қою керек. Әрине, қоян сәбізді жақсы көреді. Сәбізді бос орынға қоямыз. Жарайсың балақай, қоянның сүйікті заты сәбізді дұрыс тауып орнына қойдың. Келесі тапсырма: машина тас жолда жүреді, ал суда қандай көлік жүреді? Оң жақтағы колонкадан тиісті көлік түрін таңдап, судың тұсындағы бос орынға қою қажет. Суда жүзетін көлікті тапсақ, бос орынға қояйық. Суда не жүреді? Велосипед, корабль, самолетик және машина. Әрине, суда кеме, корабль жүзеді екен. Су кеменің жүріс жолы. Келесі суретте күшік үйшікте жатады, ал құстың балапанының үйі қайсы? Құстың балапаны қай жерді мекен етеді? Оң жақтағы колонкадан тиісті затты тауып орнына қою керексің. Әрине, құстың жататын жері ол құстың ұясы. Дұрыс таптың, құстың ұясын бос орынға қоямыз. Алма ағашта өседі, ал шырша ағашында не өседі? Оң жақтағы колонкадан тиісті затты алып өзінің орнына қоямыз. Ойланып көрейікші, шырша ағашында не өседі екен? Әрине, шырша жаңғағы өседі. Біз қайшыменен қағазды қиямыз, ал ара құралымен біз нені кесеміз? Ойланып көрейікші. Оң жақта берілген суреттердің ішінен арамен кесетін затты тауып бос орынға қоямыз. Әрине, біз араменен ағаш бөліктерін кеседі екенбіз. Балақай, сен жауапты дұрыс таптың. Скрипка музыкалық аспабының таяқшасы скрипка ысқысы деп аталады, ал барабан музыкалық аспабын біз немен ойнатады екенбіз? Оң жақтағы колонкадан тиісті жауапты тауып көрейік. Барабанның, әрине, дұрыс таптың. Барабанның таяқшалары ол барабаннан тиісті музыкалық аспапты шығаруға